Бала тәрбиесіне қатысты бірнеше ертегі іспетті адасулар бар деп айтар едім. Солардың үшеуіне тоқталғым келеді. Бала тәрбиесіне келгенде бұл ойлардың барлығы қате. Біріншісі, өзіңізге жақсы таныс, маңыздысы саны емес, сапасы дейтін жайт. Біздің бастысы баламен неше уақыт өткізу емес, оны қалай өткізу деген мәлімдемеміз. Тыңдаңыз, бұл дегеніміз адасу. Сіздің өткізген уақытыңыз сапалақ болсын, бірақ балаға ықпал ету үшін бұндай уақыттар жеткілікті мөлшерде болуы тиіс. Балаларға тек сапа емес, сондай-ақ саны да қажет. Тек есте қалар жарқын оқиғалар емес, сондай-ақ әкесімен, анасымен тілдесетін қарапайым күнделікті сөйлесулер де қажет. Егер сіз балаларыңызға олармен сіздің кейде өткізетін сапалы уақыттың өзі де жеткілікті деп ойласаңыз, қателесесіз. Жоқ, балаларға сапамен бірге саны да қажет. Мінекей екінші қате түсінік. Білесіз бе, Джош, тек үлкен іс-шара ғана маңызды дегенді мен көптеген үлкен бастықтардың аузынан естідім. Үлкен іс-шара әлбетте жақсы. Мысалы, Диснейлендке бару. 2 айдан кейін бүкіл отбасымызбен Диснейлендке барамыз. Ал жазда теңізге, сосын ана жаққа, содан соң мына жаққа барамыз. Балаларымызға жанымызды осылай саламыз ба? Бұл не деген адасу? Білесіз бе, үлкен іс-шаралар маңызды. Балалар ондай үлкен жайттарды ұзақ естерінен шығармайды да. Бірақ әдетте балаға ықпал етіп, оның былайғы өмірін пішінге келтіретін үлкен жайттар емес. Керісінше дағдылы болмашы бастан өтетін жайттар, күнделікті тәжірибе. Менің 4 баламның әрқайсысы ержеткен кезде маған: әке, Диснейлендке барғанымыз, теңізде демалғанымыз, жалпы бүкіл отбасымызбен сапар шеккеніміз керемет болды. Бірақ білесің бе, әке, мен үшін күнделікті күйбең тіршілікте сенің бірге болғаның, бірге жасаған майда шүйде нәрселеріміз әлде қайда маңызды болды мен үшін. Менің өміріме ықпал тигізген де сол. Соңғы үшінші адасу. Менің балаларым 14, 15, 16 жаста жеке тұлғаны қалыптастыру жылдары артта қалды деп ойлау. Ешқашан солай ойлаушы болмаңыздар. Қалыптастыру жылдары ешқашан артта қалған жоқ. Шын мәнісінде мен мынаған нық сенем. Бала әкесіне мұқтаж, әдетте ана үнемі әр кезде баланың жанында, бірақ бала әкесіне де сондай мөлшерде мұқтаж, егер асып түспесе. Бала 2, 4, 5, не 6 жастағыдан қарағанда әкесіне 12, 13, 14, 15, 16 жаста көбірек мұқтаж. Шын мәнісінде жасөспірім жылдары әкесіне көбірек мұқтаж болуы әбден мүмкін. Қалыптастыру ешқашан аяқталмайды. Мен балаларыма олар жасөспірім кезінде көбірек ықпал еттім. Бұл жаста олар пайымдай алады. Сізбен бірге ойға шомалады. Сіз олармен қарым-қатынас жасай аласыз. Олардың сұрақтарына жауап беріп, олардың санасына шындықты жеткізе аласыз. Сондықтан да әлгі ертегі іспетті адасулардың сізді жолдан тайдыруына жол бермеңіз.